Құрметті тыңдарман, менің арнама қош келіпсіздер. Мен ол қызды бірінші рет жатақханада көрдім. Ол күн әлі көз алдымда. Әдеттегідей асханаға кезекке тұрғанмын. Қолымда ыдысым, басымдағы ойлар бүгінгі сабақтан шаршап кеткенім, қарнымның қатты ашқаны. Алдымда тұрған бір қыздың қолындағы ыдысы сырғып кетіп, жерге гүрс ете түсті. Сорпа жан жаққа төгіліп, қыздың өзі сасқалақтап қалды. Әдетте ондайда бәрі қарап тұрады ғой. Бірақ менің ішімнен бірден көмектесуім керек деген ой сап ете түсті. Жүгіріп барып, жерге шашылған ыдыстарын көтеріп бердім. Қыз беті қызарып, рахмет деді де басын төмен салып, ары қарай кете барды. Сол сәтте оның ұяң күлкісі, біртүрлі қысылған жүзі жүрегіме таңба болып түсті. Кім болды екен деп ойлап қалдым. Кейін біз жиі ұшыраса бердік. Бірде кітапханадан көріп қаламын, бірде автобус аялдамасында. Әр жолы қысқа ғана амандасып, бас изеп өте шығамыз. Басында мән бермедім, бірақ уақыт өте келе оның жүзі, сол күлкісі есімнен кетпей қойды. Айтпақшы, ол кезде мен жаңа ғана ауылдан келген, үлкен қаладағы өмірге әлі үйренісе алмаған студент едім. Жатақхана, сабақ, жаңа достар, бәрі қызықта біртүрлі жат болатын. Кейде өзімді жалғыз сезінетінмін. Ал ол қызды көргенде ішімде бір жылылық пайда болатын. Бір күні сабақтан шықтым. Күздің соңғы айлары еді. Ауа салқындап, айнала сайраған жапыраққа толы. Жүрегім біртүрлі алып ұшып тұрды. Бүгін батыл болуым керек деп өзіме сөз бердім. Дәл сол кезде қарсы алдымнан қыз шықты. Кітаптарын құшақтап келеді. Жүрегім дүрсілдеп, аузымнан сөз шығара алмай қалдым. Әйтеуір әрең дегенде, шай ішіп кетейік пе дедім. Қыз кідіріп қалды. Көзіне қарадым. Бір сәтте ойланып тұрды да жымиып, жақсы деді. Менің қуанышымды көрсең ғой, өмірімде алғаш рет өзім ұнатқан қызды шақырып, ол келісімін берген сәт. Сол шай біз үшін алғашқы ұзақ әңгімеге айналды. Асханада отырып, әңгіме үстінде уақыттың қалай өткенін байқамай да қалыппыз. Ол ауылдағы отбасы жайлы айтты. Әкесі ұстаз, анасы үй шаруасында, өз отбасындағы кенже қыз. Ал мен болсам, бала күнгі арманым жайлы айттым. Инженер болғым келгенін, бірақ әдебиетке де қызығатынымды жасырмадым. Қызар айтқан сөзімді мұқият тыңдап отырды. Әр күлкісінде менің жүрегім дір ететін. Сол күннен бастап біз жақындай бастадық. Алғашқы күндері бәрі тамаша еді. Бірге кітап оқимыз, сабаққа дайындаламыз, кейде серуендейміз. Әр кездескен сайын бір-бірімізді тереңірек тани түстік. Бірақ бір мәселе менің ішімді тырмалап жүр. Ол қызғаныш. Оның достарыммен күліп сөйлескенін көрсем, ішімнен бір қызғаныш оты тұтанып кететін. Телефон көтермей қойса, кіммен жүр екен деп ойлап, өзімді жегідей жейтінмін. Басында мұның бәрін білдіртпеуге тырыстым. Бірақ бір күні шыдамым жетпей, неге хабарласпайсың, қайда жүрсің деп қатқыл сөйлеп қойдым. Ол үнсіз тыңдап тұрды. Сен маған сенбесең, біздің арамызда ештеңе болмайды деді. Сол сәтте жүрегім шым ете қалды. Кейін бәрібір қайта жақындастық. Бір-бірімізді қимаймыз ғой, бірақ қызғаныш деген бәле қайта-қайта алдымыздан шыға берді. Бірде мен оны жақын досымнан қызғанып, қатты ренжітіп алдым. Ол кетіп қалды. Кешірім сұрап қайтадан сөйлесіп кеттік. Бірақ менің мінезім өзгермей, бәрі қайта жалғаса берді. Ақыры мен ойладым, үйленсек, бәрі басқаша болады. Ол тек менікі болады, қызғаныш та жойылады. Осы оймен оған үйленуге ұсыныс жасадым. Ол басында әлі ерте, оқуымды аяқтауым керек деп келіспеді. Бірақ артынша жұмсарып келісімін берді. Солайша біз үйлендік. Мен ойлағандай болмады. Үйленген соң менің қызғанышым керісінше күшейіп кетті. Күніге ұрсыз, күніге жанжал. Бір күні қызғаныштың соңы қол көтеруге дейін барды. Ол жылап тұрып, мен мұндайға шыдамаймын, кетемін деді. Мен қорқып кеттім. Жібергім келмеді. Бірақ ертеңінде ол сабақтан қайтпай қойды. Үйіне барсам әкесі, қызым ажырасады, енді сенімен қосылмайды деп кіргізбей қойды. Сол күннен бастап өмірімнің ең қаралы кезеңдері басталды. Гүлназ кеткен күн менің өмірімнің ең ауыр күні болды. Жатақханаға қайтып келдім. Бөлменің іші тар, қараңғы көрінді. Бұрын біз бірге күлген, бірге әңгімелескен сәттер ойыма түсе берді. Телефонға қайта-қайта қарап, хабарласар екен деп күттім. Бірақ үнсіздік. Әкесі қызым ажырасады дегенде жүрегім бір үміт сезгендей еді. Мүмкін уақыт өте жұмсарар, кешірер. Бірақ күндер, апталар, айлар өтті. Ол қайтып оралмады. Университетке де бармады. Мүлдем жоғалды.
Ата-анамды араға салдым, бірақ үзілді кесілді қосылмаймын депті. Бір жылдай уақыт ішінде мен өзімді таба алмай жүрдім. Сабаққа көңіл бөлмей кеттім. Достарым мені жұбатпақ болды, бірақ сөздері бос естілді. Қойшы, бәрі ұмытылады дейді. Қалай ұмытылады? Күнде ойыңнан шықпайтын адамды қалай ұмытасың? Кейде жатақхананың терезесінен сыртқа қарап тұрамын. Әр қыздың жүзінен Гүлназды іздеймін. Әр күлкіден, әр қадамнан соны көремін. Бірақ ол жоқ. Уақыт өте мен үйлендім. Қыз жақсы еді, еш кінәсі жоқ. Әке-шешемнің қалауымен танысып, бірден үйлендік. Менің ішімде бос қалған орынды толтырар деп ойладым. Бірақ ойлай болмады. Қызғаныш тағы да қайталанды. Әйелім телефон ұстаса кімге жазып жатыр деп күдіктенемін. Достарыммен кездесем, менен жасырып жүр деп ойлаймын. Ақырын ұрыс-керіс, түсініспеушілік, салқындық. Бір жылдан кейін екінші некемде сәтсіз аяқталды. Кінә тағы менен. Сол баяғы мінез, сол баяғы қызғаныш. Арада 5 жыл өтті. Өмірімде талай нәрсе өзгерді. Жұмысқа орналастым. Ірі компанияда істеймін. Жалақым жаман емес. Өзімше ер жеттім деп ойлаймын. Бірақ ішімнің бір түпкірінде бос орын тұрды. Қайда барсам да, кіммен сөйлесем де, ол орынды ешкім толтыра алмады. Сол бос орын менің жүрегімде Гүлназ ғана ұстап тұрғанын мойындағым келмейтін. Бірақ бұл шындық еді. Бір күні тісімді емдетуге барғам. Есіктен бір әйел кірді. Қасында кішкентай бала. Мен өз көзіме өзім сенбедім. Ол Гүлназ болатын. Жүрегім атқақтап, көзім қарауытып кетті. Ол да мені көрді. Бірақ ештеңе болмағандай, басын изеп өте шықты. Тіпті танымағандай кейіп танытты. Ал мен орнымда қаққан қазықтай қатып қалдым. Сол сәтте көзім баласына түсті. Баласы ондай сүйкімді, тәртіпті, тіс ауырып келген екен. Кішкентай ғана орындықта тып-тыныш отырып, дәрігердің айтқанын екі етпеді. Қарап отырып, бір түрлі сезімге берілдім. Бірақ жүрегімнің түпкірінде бір жақындық бар сияқты сезілді. Гүлназ баласымен бірге кетіп бара жатқанда, мен орнымнан тұра алмадым. Қолымнан ештеңе келмеді. Тек көзіммен шығарып салдым. Сол күннен бастап менде тыныштық жоғалды. Күнде ойлаймын, ол бақытты ма екен? Күйеуі қандай адам? Балақайдың әкесі ше? Қоңырау шалайын десем басқа біреудің әйелі ғой деп тежеймін. Бірақ ішімдегі сағыныш күннен күнге ұлғайды. Ақыры бір күні шыдамым жетпей телефон тердім. Ұзақ уақытқа тұтқан алмады. Сосын бір сәт алло деген дауыс естілді. Мен үнсіз қалдым. Ештеңе айта алмадым, тек жүрегім дүрс-дүрс соғып тұр. Гүлназ дедім ақырын. Ерасыл деді ол. Номерімді қайдан алдың? Мен тіс емханасынан алдым. Сол сәтте менің бүкіл денем шымырлап кетті. Аузымнан сөз шықпай. Ол үнсіздікті өзі бұзды. Айта бер Ерасыл, не үшін хабарластың? Мен жай ғана жағдайыңды білгім келді. Ашық айтсам, хабарласқым келді. Дауысы баяғыша. Сол баяғы жылы, бірақ мұздай салқындық сезіледі. Керек емес, деді ол ақырын. Біз баяғыда бөлек кеткен адамдармыз. Содан кейін тұтқаны қоя салды. Менің жаным тағы күйзелді, бірақ осы бір қысқа әңгіме маған тыныштық бермеді. Керісінше, жүрегімді одан сайын алай-дүлей етті. Содан бастап Гүлназды іздей бастадым. Бұрынғы адресіне бардым. Таңертең жұмысқа кетіп бара жатып, кешке қайтып келе жатып, үйінің қасына соғатын болдым. Бір ғана арманым оны бір көріп қалу. Әкесінің туған күні есіме түсті. Тамыздың 13 еді. Ол сол күні міндетті түрде ауылға бару керек. Осы күнді тағатсыздана күттім. Жүрегімде бір үміт бар. Ол міндетті түрде келеді, көріп қаламын. Мүмкін сөйлесіп қалармыз. Таңертеңнен бастап оның үйінің жанында жүрдім. Сағаттар жылжымай қойғандай. Кешке қарай қонақтар жинала бастады. Бірінен соң бірі кіріп жатыр. Әр көліктен түскен адамға көзімді қадап қараймын. Бірақ ол жоқ. Кенет шамамен кешкі 8-дің шамасында таныс бейне көрінді. Жанында ұлы бар. Гүлназ деп ішімнен сыбырлап жібердім. Сол сәтте жүрегім тоқтап қалғандай болды. Ол сол баяғы, тек уақыт аздап өзгерткен, көзінде шашаңқылық бар. Бірақ сондай әдемі. Қасында ұлы, Айбар. Мен алыстан қарап тұрдым. Қасында күйеуі жоқ. Мүмкін бірге келе алмады, әлде мүлде жоқ па деген сан сұрақ ойыма келді. Кеш бойы сыртта күттім. Түнгі 11-лерде қонақтар тарай бастады. Ақыры түн ортасында Гүлназ ұлымен бірге шықты. Бір көлікке отырып кетті. Жүрегім дүрсілдеп, сол көліктің соңынан ілестім. Көп қабатты үйлердің біріне тоқтады. Көліктен түсіп, Гүлназ ұлын ертіп кіріп кетті. Көлік ары қарай жүріп кетті. Ол жай ғана такси екен.
Мен жеңілдеп қалдым. Ішімнен өзіме өзім күбірледім. Демек, күйеуі жоқ. Мүмкін ажырасқан. Түні бойы көз ілмедім. Жүрегімде алуан түрлі ой кернеді. Егер ол шынымен жалғыз болса, егер қайта қосылуға мүмкіндік болса. Ертесі таңертең тағы да оның үйінің алдына бардым. Біраздан соң Гүлназ баласын жетектеп шықты. Таксиге отырып баласын балабақшаға апарды. Өзі ірі сауда орталығына кірді. Мен артынан ілестім. Ол бір бутиктің ішіне кірді. Балалар киімін сататын дүкен екен. Біраз жүріп, ақыры батылданып ішке кірдім. Гүлназ мені көргенде таңырқай қарады. Көзінде қорқыныш та, ашу да бар еді. Ерасыл, сен қайдан жүрсің? Не іздедің? Балаңа киім алуға келдің бе? Деді сөзін жаудырып. Мен үнсіз тұрдым. Тек жүрегім дүрс-дүрс соғып, сосын әрең дегенде, балам жоқ, әйелім де жоқ. Бойдақпын дедім. Гүлназ аз уақыт үнсіз қалды. Көзіме тура қарады. Сосын терең дем алып, жарайды, бірақ өткенді қозғама, әркім өз өмірімен жүрсін деді. Мен шыдамай, бір ішіне шай ішсек қайтеді дедім. Ол басын шайқап, керек емес деді. Мен қоймадым, сол жерде серейіп тұра бердім. Ақыры жаны ашыды ма, әлде өзі де қалады ма? Жақсы, ертең түсте кел, деді. Ертеңіне барымды киініп, гүл ұстап, сауда орталығына келдім. Гүлназ да әдеміленіп алған екен. Екеуміз түскі асқа бардық. Сол жерде мен соңғы 5 жылдағы өмірімді айтып бердім. Тағы үйленіп, тағы ажырағанымды, кінәнің бәрі менің қызғанышым екенін мойындадым. Гүлназ үнсіз тыңдады. Кейде жымияды, кейде ойға шомып кетеді. Бір кезде мен тура сұрадым. Кеудесің бе? Жоқ, деді ол қысқа ғана. Осы сөз менің жүрегіме қайтадан үміт отын жақты. Содан кейін біз жиі кездесетін болдық. Басында жай ғана түскі ас ішеміз. Кейін әңгімеміз ұзарып, сылтаулар тауып, бірге уақыт өткізетін болдық. 4 ай өткен соң мен бір ұсыныс жасадым. Ұлыңды ойнатуға апарайын, баламен жақын танысайын. Гүлназ алғашында ойланып қалды, сосын басын изеді. Сол күннен бастап мен кішкентай Айбарды көретін болдым. Алғашында ол менен қысылды, бірақ уақыт өте келе үйреніп кетті. Біз бірге ойнаймыз, паркке барамыз, балмұздақ жейміз. Мен өзімді бақытты сезіне бастадым. Айбардың туған күні келді. Достары жиналды, үлкен торт әкелінді. Торттың бетінде 5 деген жаз отырды. Мен таң қалдым. 5 жаста. 5 жаста дегенді көріп, ішім бір түрлі болды. Өйткені есептеп қарасам, ол Гүлназ менімен ажырасқаннан кейін өтпей туылған. Ішімде біраз ой қалтиып шықты. Демек ол менімен бірге жүргенде басқа біреумен болған ба? Әлде менімен тұрып жатып көзіме шөп салған ба? Бетіме сыр білдірмедім, бірақ іштей өртеніп отырдым. Туған күн біткен соң Гүлназды баласымен үйіне жеткізіп салдым. Сыйлығын беріп, қоштасып кете бардым. Жол бойы ойым сақыл-саққа жүгірді. Қызғаныш, ашу, күдік бәрі қайта оралды. Мен алдаған екен ғой. Мен өзімді кінәлі санап жүрсем, кінәлі нағыз ол болған ба? Телефонды қолыма алып оған хабарласып бәрін айтқым келді. Бірақ өзімді тоқтаттым. Жоқ, Ерасыл, сен өз-өзіңе өзгерем деп уәде бергенсің. Уәдеңде тұр, қызғанышқа берілме деп іштей қайрап отырдым өзімді. 2 күн қоңырау шалмадым. 3-ші күні Гүлназ өзі хабарласты. Экранда бір ғана есім тұр. Гүлназ. Тұтқаны қалай көтергенімді өзім де білмеймін. Қолым дірілдеп тұрды. Алло, қалың қалай Ерасыл, деді ол. Осы қысқа ғана сұрақ маған көктемнің самалындай әсер етті. Жүрегімде бір жылы леп пайда болды. Жақсы, сен ше? Жақсы, Айбар да аман. Бүгін кешкісін кездесейік пе? Менің қуанышымда шек болмады. Сол сәтте түсіндім. Мен оны әлі де сүйемін. Бәлкім, ешқашанда сүюді қойған емеспін. Кешкісін кездескенде мен оған бәрін ашық айттым. Гүлназ, менің жүрегім саған ғана тиесілі. Бәрін басынан бастайық. Мен сені балаңмен бірге қабылдаймын. Айбарды өз баламдай көремін. Маған тұрмысқа шық. Гүлназ үндемей тұрды. Сосын баяу ғана қолымнан ұстап. Айбарды өз балаңдай көрмесең де болады. Ол онсыз да сенің балаң деді. Мен есімнен танып қала жаздадым. Не дейсің? Гүлназ көзіме тура қарап, үнін дірілдетпей. Я, Айбар сенің ұлың. 5 жыл бойы саған айтпадым. Айып етпе деді. Менің көз алдымнан өткен күндер кино лентасындай тізіліп шықты. Оның маған ренжіп кеткені, қол көтергенім, оқудан шығып кеткені бәрі. Неге айтпадың? Неге осынша жыл жасырдың? Бұл менің де балам ғой. Мен қанша қателессем де, әкелік құқымнан айырмауға тиіс едің деп көз жасым үйірілді. Гүлназ ауыр күрсінді.
Сен мені сүйетінсің. Я, бірақ қызғанышың бәрін улап тастады. Әр ұрысымыздан кейін жүрегім ауыратын. Бір күні саған айтпақ болдым аяғым ауыр екенін. Сен тағы да ұрыс шығарып мені ұрдың. Универге барғанымда ішім ауырды. Дәрігер түсік тастау қаупі бар деді. Сол кезде ойладым, егер мен баланы сақтап қалғым келсе, сенің қасыңда болмауым керек. Және мен ол баланы тусам, әр күн ұрыс керіс, айғай шуда тұра ма? Сол үшін мен кеттім. Өзімше дұрыс шешім шығардым деп ойладым. Мен басымды ұстап қалдым. Өзімді кінәлап отырмын. Гүлназ, мен сені ғана емес, өз баламды да жоғалтыппын ғой. Сол сәтте Гүлназды құшақтап жылап кешірім сұрадым. Бұдан былай бәрі басқаша болады. Қайтадан бастайық, өтінемін. Ол да көз жасын сүртіп, иығымнан қысып қойды. Сол түні Гүлназ менің пәтеріме келді. Біз екеуміз бір-бірімізді сағынып жүріп, қайта қауыштық. Сол сәтте 5 жыл ешқашан болмағандай, бәрі бұрынғыдай көрінді. Көп ұзамай екі жақтың ата-анасын жинап алдына бардық. Мен Гүлназдың әкесіне иіліп, кешіріңіз, бұрынғы қателігім үшін басымды иемін. Қызғанышым мен ашуым бәрін бүлдірдім. Бірақ енді өзгере аламын. Сіздің қызыңызды да, немереңізді де бақыт етуге уәде беремін дедім. Әкесі ұзақ үндемей отырды. Сосын ауыр ғана, бұл жолы сенің сөзіңде тұратыныңа сенейік. Қызымның көз жасын енді көргім келмейді деді. Сол сәтте мен өзіме серт бердім. Бұрынғы қателігімді ешқашан қайталамаймын. Біз қайтадан шаңырақ көтердік. Айбар мені әке деп атай бастады. Алғаш естігенімде жүрегім жарылардай болды. Сол кішкентай ғана дауыстан өмірімнің мәнін тапқандай сезіндім. Гүлназ екеуміз қайта бас қосқан күннен бастап мен өзгере бастадым. Қызғанышты жеңуді үйрендім. Ол басқа біреумен сөйлесіп тұрса да өзімді тежеймін. Бұл сенің өткенің емес, болашағың. Қызғанышпен тағы да бәрін құртпа деп іштей қайталаймын. Кейде кешкісін бәріміз бірге ас ішіп отырғанда Айбардың күлкісін тыңдаймын. Гүлназдың жанарынан жылылық көремін. Сол кезде ойлаймын, бақыт деген осы екен ғой. Я, мен талай қателік жасадым. Қызғанышпен өз махаббатымды да, өз баламды да жоғалта жаздадым. Бірақ тағдыр маған екінші мүмкіндік берді. Енді мен сол мүмкіндікті бағалаймын. Енді ешқашан қол көтермеймін. Енді ешқашан қызғанышқа ерік бермеймін. Өткенімен Гүлназды да, Айбарды да мәңгілікке жоғалтқым келмейді.